Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздерге купонды қалай пайдаланамыз, сол туралы айтатын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қоямыз. Кеттік. Мына жерде профильдің суретін басқан кезде бізде мына отзыв қалдыратын жер, отзыв жазатын жеріміз. Сол жерге басамыз. Сонда бізге алдында мына жерде тұрған, мына басамыз. Осы жерде бізде осы алдында біздің қалдырған отзывтарымыз тұрады. Мінекей, осы жердегі отзывтарды скриншот жасап, мына тұрған бірінші тұрған бар ғой, соны басасыз. Сол кезде сіздің жаңағы звездочка, қанша звездочка қойдыңыз, соның бәрі көрсетіп тұрады. Мінекей, осы жерде скриншот жасаймыз. Сосын сол скриншотты продавецке жібереміз. Мінекей, скриншот жасап алдық. Қазір осы магазинге кіріп, жасаған скриншотымызды продавецімізге жіберейік. Мінекей, неге кірдік, магазинге кірдік, назад бас кетеміз. Мінекей, мынау продавецке жазатын жер. Мінекей, плюсикті басамыз. Мына жерде тұрған, мына үшінші тұрғанды басып, галереямыздағы жаңағы скриншотымызды белгілеп аламыз. Қызылды басамыз, сонда осы бізде продавецке жіберіледі. Осылай купонымызды пайдаланамыз. Мінекей. Әр магазин әртүрлі, кейбір магазиндер 4 юань, кейбір магазиндер 5 юань, кейбіреу 2, кейбіреулер 1 юань сізге қайтарып береді. Мінекей, мен оның алдындағы қайтарған осы скриншот жасап продавецке жазған болатын. Мінекей, осы магазин маған 2 юань қайтарып берді. Мінекей, осы ақша сіздің Каспи Голд карточкаңызға түсетін болады. Пайдаланыңыздар, өте тиімді. Егер де видео сізге ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, менің жаңа видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басамыз. Келесі видеода кездескенше.